Баршаңызға сәлем оқырмандарым. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ауызашарға осындай үйде керемет болып шығатын қолдағы бар құрамнан сірне дайындайтын боламыз. Үйдегі плиткамызға осы сірне тағамын ерекше дайындау әдісін көрсететін боламын. Менде бұл жерде бөлінген сиырдың қабырғалары және соғымнан қалған сиырдың етінен де қосатын боламын. Бірінші қазанымызды қыздырып, ішіне осы қабырғаларымызды турап алған еттерімізді саламыз. Құрметті оқырмандарым, видеоны соңына дейін қарап, алдағы жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Енді етімізді қазанымызда араластырып, астын баяу отқа қоямыз және 1,5 сағаттай пісіретін боламыз. Еттің өзінің суы шығып, сол суында пісетін болады. Енді біз етімізге қосатын бір бас пиязымызды турап аламыз. Енді осы кезде қазанымызды ашып, көргендеріңізде өзінің сорпасы шығып, сорпасында бабымен пісе беретін болады. Арасында осылай бір араластырып қоямыз. Осы кезде бөлек тапада қыздырып қойған майымызға ашып алған картоптарымыздың барлығын қуыратын боламыз. Өзіңіз қанша қосқыңыз келеді, сонша қосқыңыз келген көлеміне қарай қоса беріңіздер. Мен бұл жерде 1 килограммнан артықтау картоп қостым. Барлығын аршып, жуып алып, осылай қызып тұрған табада майға екі жағы қызарғанша ғана қуырып аласыздар. Қатты пісірудің қажеті жоқ, сәл ғана осылай тек қана қызартып алатын боламыз. Картоптарымыздың асты жабысып күйіп кетпеу үшін қасында қарап тұрып, осылай екі жағын аударып аламыз. Картоптарымыз жалпы тез пісетін болады. Енді міне бөлегі біздің сірнеміз осылай картопты осылай бөлек қуырып алудың өзімен ерекшеленетін болады. Өте керемет дәм беретін болады. Енді сірнемізге қосатын ораманы жасау үшін бөлме температурасындағы суға 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырамыз және дайындап алған ұнымызға, бұл жерде менде 450 граммдай ұн бар. Ұныңыздың тығыздығына қарай 450-500 граммдай қоссаңыз болады. Және суымызды құйып, еттің нанына илегендей қамыр илейтін боламыз. Осылай қаттылау тығыз қамыр илейміз және оны 10 минутқа тындырып қоятын боламыз. Енді орамамызға салатын салмасын дайындаймыз. Асқабақ қостым. Сіздер асқабақ немесе сәбіз қоссаңыздар да болады. Мен ұсақтап тура отырғанша барлығын осындай үккіштің үлкен көзімен барлығын өткізіп алдым. Енді асқабақтың барлығын үккіштен өткізіп болғаннан кейін ішіне жақсы дәм берсін деп осылай бір бас пияз қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Турап алған пиязымызды асқабаққа қосамыз және осы кезде дәміне қарай 1 шай қасық тұз салдым және қара бұрыш саламыз. Жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. 10 минут танып тұрған қамырымызды енді жаятын боламыз. Менде осындай үлкен бір күлше шықты. Екіге бөліп жайсаңыздар да болады. Жаюға ыңғайлы етіп жайдым. Ең бірінші осылай қамырымызды барлығын қолымызбен басып шығамыз. Кейін қамырдың осылай шетінен басып жайсаңыздар бірден жайылатын болады, тегіс болып шығатын болады. Енді міне қамырымызды үлкен етіп бірден жайып алдық. Енді осыны қазір видеода көргендеріңіздей мантының көлеміндей етіп осылай 4-1-шілеп барлығын жинақтаймыз.
Енді осылай барлығын бірнеше бөлшектерге бөліп шығамыз. Енді осы жаймаларымызды ашып, ішіне жаңағы дайындап алған салмасын салатын боламыз. Қолыңызбен немесе қасықпен болсын, осылай ең бастысы қатты толтырып жібермеңіздер. Аз-аздан осылай барлығына саламыз. Одан кейін ортасынан тағы да бөлетін боламыз, себебі бізге ораған кезде өте үлкен ұзын болып кететін болады. Іштері шикі болып піспей қалуы мүмкін. Міне осылай ортасынан бір кестімді, одан кейін роза тәрізді етіп осылай орап шықтым. Одан кейін астын жапсырып, бетін гүл тәрізді етіп осылай ашасыздар. Тағы да оралу жолын көрсетіп жіберемін. Міне осылай шетінен ғана тек жайлап осылай орап аламыз. Астын кішкене астына қарай жапсырып, үстерін осылай жайлап ашамыз. Сол кезде піскен кезде роза тәрізі әдемі болып пісетін болады. Құрметті достар, осы видеоның таралуына көмектеріңізді тигізіп, достарыңызға немесе таныстарыңызға WhatsApp группаларда немесе басқа да әлеуметтік желілерге жалпы осылай ораманы гүл тәрізді етіп орап, тек қана сірнемен ғана қосып емес, бөлек манты ретінде жасап ұсынсаңыздар да өте керемет болып шығады. Және дастарханыңызда әдемі көрінетін болады. Міне барлығын осылай дайындап алғаннан кейін қазір мантоваркамызда пісіретін боламыз. Астын майлап, табамызға араларын алшақ етіп саламыз. Себебі үлкейген кезде, қазір барлығы піскен кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Енді гүл орамаларымызды 40 минуттай пісуге жібереміз. Гүл орамамызды жалпы сірнеден бұрында пісіріп отқа қойып қойсақ болады. Енді міне біздің қазанымызда етіміздің сорпасы жайлап азайып жатыр. Енді жаңағы турап алған пиязымызды саламыз, араластырып, сәл қызарғанша қуыратын боламыз. Енді осы кезде пиязымыздың үстінен болгар бұрышын қосатын боламыз. Менде мұздатқышта қатырылған бұрыштар. Сіздер балғын бұрыштарды қоссаңыздар да болады. Қаламасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Етіміздің үстіне тұзын салуды ұмытпаймыз. Егер етіңіз тұздалған болса, аздап қана салсаңыздар болады. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосамыз, араластырамыз. Одан кейін жаңағы қызартып пісіріп алған жартылай піскен картоптарымызды қосатын боламыз. Енді тағы да бір 15 минуттай пісуге жібереміз. Өзінің бабында тұрып сірнеміз пісіп дайын болды. Енді бірінші картоптарын бөлек ыдысымызға салып аламыз. Одан кейін барып ортасына еттерін салатын боламыз. Гүл орамамызда осы сірненің үстіне әдемілеп салып шығатын боламыз. Кейін көк шөптермен әсемдесеңіздер болады. Менде бұл жерде көк пияз және петрушка қолдандым. Баршаңызға ас болсын, ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және дастарханыңызда әдемі көрініп, қонақтарыңызға да ұнайтынына сенімдімін.